Hamid Official. Hamid Official. Баршаға сәлем достар. Әлемдік танымал жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар беретін Hamid Official YouTube арнасы назарларыңызда. Бүгін Францияның үздік футбол ойыншысы 2022 жылдың алтын доп иегері Реал Мадридтің мақтанышы Карим Бензема туралы қызықты ақпараттарды ұсынатын боламыз. Бензема спорттық мансабында танымал болам дегенше біршама қиындықтарды бастан өткерген, тіпті заң бұзушылықтарға жол береді. Толық ақпаратты осы видеодан тамашалай аласыздар. Әзірге арнамызға жазылып қолдау көрсете отырыңыздар. Карим Мустафа Бензема 1987 жылы 19 желтоқсанда Францияның Лион қаласында туылған. Оның ата-анасы Хафид және Вахид Алжирден көшіп келген иммигранттар болған. Отбасында 9 перзенттің үшіншісі. Ол бала кезінде тұйық болып көп ашыла бермейтін. Каримнің бір ғана ермегі доп тебу болатын. Мұны байқаған ата-анасы 8 жасында Лион қаласындағы Брон клубына береді. Бастапқыда Каримді құрамға алмай қояды. Осы сәтте әкесі Хафид тікелей бапкермен сөйлесіп жүріп баласын клубқа қостырады. Жас баланың арманы футбол алаңында шабуылшы болу еді. Сонымен қатар жастайынан Зидан мен бразилиялық Роналдоға қатты еліктейді. Брон клубында дайындық жүргізсе де Карим үйіне келіп те доп тебетін. Тіпті анасын қақпаға қойып гол салуға ұмтылатын. Отбасылық жағдайдың төмен болуына қарамай ата-анасы Каримге сапалы бутсылар сатып беріп бар жағдайын жасайды. Брон клубының алғашқы ойында Карим өзінің шеберлігін көрсете алды. Тіпті командадағы ең мықты ойыншылардың біріне айналады. Оның жақсы ойыншы екенін байқаған басқа да клубтар өздеріне шақыра бастайды. Алайда Брон клубы Каримді ешкімге бергісі келмеді. Сол уақытта Лион клубы Каримге ұсыныс тастаған сәтте ойлана келе ауысуға шешім қабылдайды. Лионға ауысқан кезде жаттығу алаңдарына жаяу баруды әдетке айналдырады. Ал 14 жасқа толғанда Лионның интернатына ауысады. Жасөспірім шағында аталмыш клубтың құрамында болған Карим айтарлықтай ойын үлгісін көрсете алмайды. Көбіне алаң сыртында запаста отыратын. Бұл жағдай қайталана бергендіктен Лионнан кеткісі келеді. Алайда клубқа жаңа жаттықтырушы Армано Гарридо келген тұста Каримға жаңа мүмкіндіктер жол ашылады. Армано жас футболшыға ойнау тактикалардың түрлі жолдарын көрсетті. Одан бөлек денені дұрыс шынықтыру бойынша жаттығуларды үйретеді. Осылайша 17 жастағы Карим Бенземаның бойы 12 сантиметрге өсіп біршама салмақ жинайды. Бұл уақытта Каримнің жаңа достары пайда болып, кешкісін көп қыдыра бастайды. Әсіресе Роф есімді рэпермен жақын араласып кетеді. Тіпті қақпаға салған голын досы Рофқа арнайды. Уақыт өте рэпер түрмеге түскен кезінде Карим оған хат жазып хабар алып тұрады. 2004 жылы футболшы Франция құрамасының намысын қорғап алаңға шыға бастайды. Сонымен қатар Лионның қосымша құрамында шабуылшы болады. 2005 жылы Францияның жастар құрамасында доп теуіп, Меридиан кубогын жеңіп алады. Бұл уақытта Алжир еліне футболшыға ұсыныстар келеді. Алайда Карим: «Алжир менің әкемнің туып өскен жері, бірақ мен тек Францияның атынан шығам» деп жауап береді. 2006-2007 жылғы маусымда Лионның шабуылшысы болып белсенділік танытады. Ал Франция құрамасының ересектер тобына алынған сәтте Австрияға қарсы ойында дебют жасайды. Келесі маусымда Францияның чемпионатында Лион тобында жүріп 20 гол салып үздік бомбардир атанады. Футболшының ойынын көріп шетелдік клубтар өздеріне шақыра бастайды. Бірақ Карим Бензема Лион клубымен лига чемпионаттың жеңімпазы болуды мақсат еткенмін, әзірге ешқайда ауыспаймын деп жауап береді. Келесі жылы лига чемпионатта Лионның қарсыластарына жалпы алғанда 17 гол соғады. Ал 2009 жылы Реал Мадрид клубы футболшыға ұсыныс жасайды. Реалдың президенті арнайы Францияға келіп, Каримнің отбасына французша сөйлеп, Каримді шабуылшы ретінде Реал Мадрид клубына алғымыз келеді деп айтады. Мұны естіген Каримнің қуанышы ішіне сыймайды. Осылайша француздық шабуылшы ресми түрде Реал Мадридке ауысып 9-шы нөмірде доп тебеді. Клуб Каримге жылына 5 миллион евро төлеп тұрады. Ал трансфер үшін Лион клубына 35 миллион евро төлейді. 21 жасында миллионер болып кеткен футболшы жаңа клубтағы дайындығын бастап кетеді. Алайда бос уақытында достарымен жиі көңіл көтереді. 2010 жылы Карим Бензема және клубтағы басқа да жігіттер жеңіл жүрісті қыздарды шақырған сәтте полицияға ұсталады. Карим кәмелет жасқа толмаған қызбен қатынас жасаған үшін айыпталады. Кейінірек сот процесінде бұл жағдай өз шешімін табайды. Алайда футболшының құйтырғы әрекеттері мұнымен тоқтамайды. Соттасып жүрген сәтінде Хлой Делоне есімді арумен танысып қалады. Екеуі жарасымды жұп ретінде ел назарында болады. Ең сұмдығы, Карим Виктория есімді транс қызбен кездесіп жүр деген ақпараттарда әлеуметтік желіні шулатады. Тіпті Викторияға бір түн үшін 8 000 евро төлегені де айтылған.
Ал кейінірек Карим әшесінің отасына ақша төлемей қойған туралы ақпарат та тарайды. Және әпкесіне қаражат жағынан көмектеспегені белгілі болады. Футбол жанкүйерлері Каримнің бұл ісіне қатты ренжіп, әлеуметтік желі арқылы негативті пікірлер жаза бастайды. Алайда Реал Мадрид клубы Карим Бенземаның жеке өмірі туралы ешқандай ақпарат бергісі келмеді. 2010 жылы Реал Мадрид лига чемпионатта ойнап жатқан сәтте Карим спорттық мансабындағы 300-ші голын қақпаға салады. Футболшы бұл чемпионатта 48 ойынға қатысып 26 голдың авторына айналады. Осы сәттен бастап жанкүйерлер Бензема деп айқайлай бастайды. Алайда ұлттық құрамамен әлем чемпионатына қатыса алмайды. Оған себеп денсаулығы қалыпты формада болмаған немесе келіспеушіліктер туындаған. 2011 жылы Реал мен Барселонаның кездесуінде Бензема 21 секундта гол соғып бәрін таң қалдырады. Жыл соңында Францияның үздік ойыншысы атағына ие болады. Бұл атаққа Бензема 2012, 2014, 2021 жылдарда лайық деп танылады. 2012 жылы Реал Мадрид Ла Лига мен Испания кубогын жеңіп алады. Бензема Реалда мықты ойын көрсеткенмен Францияның ұлттық құрамасында жағдай мәз емес еді. Әлем чемпионатында Франция 1-4 ойыннан ұшып кетеді. Дегенмен Бензема тағы да Францияның үздік ойыншысы деп танылады. 2014 жылы Бенземаның ғашығы Хлоя тұңғыш қыз перзенттерін өмірге әкеледі. Алайда Бензема әйелмен ажырасып кетеді, себебі Аналисия Чавес есімді қызбен көңіл жарастырып әйелінің көзіне шөп салған. 2013-2014 жылғы маусым Бензема үшін сәтті болды. Мысалы, Испания чемпионатында 35 кездесуге қатысып, 17 гол соғады. Одан бөлек Реал Мадридпен бірге лига чемпионатты жеңіп алады. Әрмен қарай Франция құрамасы мен Бразилияда өткен әлем чемпионатында өнер көрсетеді. Бензема 3 гол соғып Францияның 1-4 финалға дейін баруына ықпал етеді. Ал жеке өмірінде әнші Рианнамен кездесіп жүрген журналистер байқап қалады. Екі ғашықты Лос-Анджелес пен Нью-Йорктағы түнгі клубтарда жүрген көпшілік байқаған. Дегенмен бұл қарым-қатынас та ұзаққа созыла қоймады. 2015 жылы Бензема франциялық модель Коре Гадьемен кездесіп жүреді. Ал бір жылдан кейін Ибрагим есімді ұлдары өмірге келеді. Бұл уақытта футболшыны Франция құрамасы шеттете бастайды. Себебі Бенземаға Франция құрамасындағы әріптесі Матия Вальбуені бопсалады деген айып тағылады. Бұл жағдайдан соң көлікті жылдам айдаған үшін, кейінірек көлік жүргізу құжаты болмаған үшін тағы да сотталады. Тіпті сот процесі бірнеше жылға созылып кетеді. Өз елінде жолы болмаса да 2016-2017 жылғы маусымда Реал Мадридпен бірге жақсы ойын көрсетеді. Алдыңғы шабуылда жүрген футболшы Реалдың лига чемпионат пен супер кубокты жеңуіне орасан зор үлес қосты. 2017-2018 жылдарында Реал Мадрид бірнеше чемпионаттың кубоктарын жеңіп алады. Бұл жеңістерден кейін Бензема әлем чемпионатына қатысады деген болжамдар болған рас. Алайда тағы бір кедергі оның жоспарларын бұзып кетті. Яғни футболшыға есірткіге ұқсас дәрілерге қатысы бар деген айып тағылады. Тіпті түрмеде жатқан Карим Зенатти есімді туысқанымен сыбайластық жасаған деген болжамдар жасалады. Себебі Бензема түрмедегі туысқанына әрқашан қолдау көрсетіп жүрген. 2018 жылы Карим Бензема Реал Мадрид клубындағы 200-ші голын соғады. 2019 жылы Реал мен Бетис клубының арасындағы ойында футболшы оң қол саусағынан жарақат алады. Оған шұғыл түрде ота жасау керек болатын, алайда Бензема отадан бас тартады. Осылайша әр ойында қолына қолғап киіп жүреді немесе бинтпен таңып алады. Бенземаның жанкүйерлері де таңулы тұрған қолын көріп алыстан танитын болған. 2019-2020 жылы Реал Мадрид клубында жақсы ойын көрсетіп, бірнеше голдың авторы болады. Мықты ойыншылардан құралған Реал Мадрид Испания чемпионаты мен суперкубокты қолға кіртеді. 2020 жылы Реалдағы келісім шартын тағы да бірнеше жылға ұзартады. 2021 жылы Бензема 17 рет лига чемпионатта белсенділік танытып, ең көп гол соққан үшін Гиннестің рекордтар кітабына енеді. Мұны байқаған Франция құрамасы жерлестерін өздеріне қайта шақырады. Көп ұзамай Еуропа чемпионатында доп тепкен футболшы 4 гол соғып, бронзовый бутсы марапатында лайық деп танылады. Сол жылы Франция соты 75 000 евро айыппұл төлеуге және елден шықпауына тыйым салады. Бұл сот процестерінен шаршаған Бензема қайта апелляцияға беріп, өзін ақтауға тырысады. 2021-2022 жылғы маусымдарда Реал Мадрид клубында жақсы ойын көрсеткен Бенземаға миллиондаған жанкүйерлері қолдау көрсетті. Себебі футболшы 46 ойынға қатысып қақпаға 44 гол соққан. Бұл көпшілік футболшылардың қолынан келе бермейтін жетістік. Осылайша Реал Мадрид клубы Ла Лиганы, Испания чемпионатын, Еуропа чемпиондар лигасын,
УЕФА-ның супер кубоктарын жеңіп алады. 2022 жылдың қазан айында Карим Бенземаның ұзақ жылдар бойғы еңбегі ақталып, алтын доп иегері атанады. Марапаттау рәсіміне Бензема рэпер Тупактың стилінде классикалық киіммен келіп көпшіліктің назарын аударады. Карим Бенземаның қазіргі табысы $70 миллион құрайды. Футболшы Реал Мадрид клубынан жылына $11 миллион қаламақы алады. Сонымен қатар Adidas, Audi және Buzz Mobile'дың жарнамаларына қомақты табыс табады. Бензема алтын доп иегері атанған сәтте Adidas компаниясы футболшыға арнайы алтын түстес жейде мен бутсы сыйлайды және сынған қолына алтын түстес қолғапты да сыйға тартады. Франциялық футболшының зәулім үйі Мадридтің Лафинч деп аталатын элиталық ауданында орналасқан. Бензема 2 этажды европалық үйді $2,5 миллион сатып алған. Үй ішінде кроссовкалар үшін арнайы бөлме бар. Сонымен қатар жаттығу залы да бар. Бір уақыттар оның үйіне ұрылар түскен, алайда қандай заттар ұрлап кеткен белгісіз. Оның гаражында Mercedes-Benz, SLR, Audi, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini Aventador, $2 миллион қалған Bugatti Veyron және $3 миллион қалған Bugatti Chiron көліктері бар. Сонымен қатар 2016 жылы сатып алған жеке самолетімен жиі саяхаттайды. Бензема қазір америкалық модель қыз Джордан Азунамен кездесіп жүр. Алайда көрімен айырылысып кеткен туралы ақпараттар жоқ. Қазіргі ғашығы Джордан Азуна кезінде әнші Джастин Бибермен және Puff Daddyмен де кездесіп жүрген. Бензема ислам дінін ұстанады және жыл сайын ораза ұстап ауызашар береді. Сонымен қатар Еуропадағы аш отбасылар үшін қайырымдылық жұмыстарына белсенді қолдау көрсетеді. Оның хоббиі ел аралап саяхат жасау. Карим жылына 2 рет Дубайға келіп демалады. Туған күнін дүркіретіп осында өткізеді. Жаз айында Америкада жүрсе, демалыс уақытында Ибицу мен Гавай аралдарына барады. Футболшының инстаграмда 62 миллион жазылушы бар. Оның жанында күнде мобилограф пен фотограф жүреді. Бензема экстремалды спорт түріне қызығады. Негізінен қауіпті спортпен айналысуға футболшыларға тыйым салынған. Алайда 2015 жылы Карим Дубайда парашюттен секіріп көреді. Бұл жағдайдан Реал Мадрид клубы айыппұл төлеуге мәжбүр болған. Футболшының жеке өмірі үнемі шантажға толы. Кейде соттасып жатса, кейде үстінен толы арыз шағымдар түсіп жатады. Мысалы, жануарларды қорғау агенттіктері Бенземаны бірнеше рет сотқа берген. Себебі Карим қорғауға алынған жануарлармен жиі фотоға түседі. Тіпті бала шағам ойнасын деп жолбарыстың баласын сатып алып берген кезде негативті көзқарастар жиі айтылған. Айтпақшы, биыл Катарда өтіп жатқан әлем чемпионатында Карим Бензема алған жарақатына байланысты қатыса алмайды. Бенземаның біздің елде өзінің тұрақты жанкүйерлері бар. Тіпті мына бір сөз футбол сүйер көрерменнің арасында хит болып кетті. 35 жастағы Карим Бензема спорттық мансабында ең үздік ойыншы, үздік бомбардир, Франция мен Еуропаның үздік ойыншысы атақтарын бірнеше рет жеңіп алған. Футболшы осы уақытқа дейін Реал Мадрид құрамында 500-ге жуық гол соққан. Жыл сайын бұл рекордты жаңартып келе жатыр. Ал осы жылы алтын доп иегері атанғанда өзінің кім екенін дәлелдеп тастағандай. Достар, Бензема туралы өз ойларыңызды төмендегі комментарий бөліміне жаза отырсаңыздар. Егерде ақпаратымыз ұнаса, лайк басып, қолдау көрсетіп, еңбегімізді бағалап кетіңіздер. Алдағы уақытта қай өнер жұлдыздары немесе қай спортшылар туралы ақпарат күтесіз, оны да жаза кетіңіз. Ал біз қазақ тілінде толыққанды ақпараттар беруге тырысамыз. Айтпақшы, әлеуметтік желдегі парақшаларымызға жазылып қойды ұмытпаңыздар. Енді біз TikTokта да бармыз. Бұл Хамит Official YouTube арнасы, достар. Ақпаратты дайындаған Хамит, мәтінді оқыған Берік Сабыр. Келесі кездескенше аман болыңыздар.